Қайырлы күн баршаңызға. Әдеттегідей, менің есімім Бақыт. Мен сана орталығының спикерімін, әрі тренерімін. Бүгінгі біздің тақырып, бүгінгі күнде ең өзекті тақырыптардың бірі болып отқан, ол тойда тілек айту, немесе тойда тост айту деп айтамыз. Неліктен маңызды? Не үшін оған үлкен мән беруіміз керек? Тойда тост айту өте маңызды. Себебі қарақшы, осы күнге дейін бізге жеткен әрбір қазақтың керемет сөздері, қазақтың әрбір кесек сөздері қалай жетті? Ол кезде жазу сызу болмаған, болмаса қазіргі таңдағыдай камераға жазып алып, видео материалдар арқылы жеткізу болмаған. Ол кезде ауыздан ауызға тарау арқылы бүгінгі күнге дейін біздің қазақ халқының сондай керемет, сондай бай сөздер бізге жетіп отыр. Әрине, ол сөздер күнделікті дастархан басында айтылған сөздер емес, үлкен той жиындарда айтылған сөздер. Білеміз, қазақ әуел бастан тойшыл қауым болған. 40 күн тойын, 40 күн ойын деп айтып жатамыз. Сол кезде ақындардың бір-бірімен айтысуы арқылы, бір-бірімен бейшешендердің сөз қағыздыруы арқылы айтылған сөздері бүгінгі күнге жетіп отыр. Қазіргі таңның сол той жиындары біздің тойлар деп айтсақ та болады. Сол тойға барған кезде қазақтың асыл сөздерін айтатын болсақ, сол сөздерді іріктеп жеткізетін болсақ, ол біздің балаларымыздың, біздің ұрпағымыздың ойына, санасына сіңіп қалады. Осы жерде бір мысал айта кетейін. Менің анам өте керемет сөйлейді. Қазақтың нақыл сөздерін, маржан сөздерін өте әдемі айтады. Мен оны үйде жүрген кезде байқамайтын. Бір күні тойға бардық. Енді өзіңнің анаң сөз сөйлеп жатқан кезде міндетті түрде тыңдайсың ғой. Менің анам сөз берді, мен тыңдап отырдым, не айтады екен деп. Сол кезде анамның айтқан сөздері мені қатты таңғалдырды. Сосын үйге келіп сұраймын, мама, сіз мұндай сөздерді айта аласыз ба, не? Қаяқтан білесіз деген сияқты. Сол кезде мама айтты маған, қазақтың бейшешендердің сөздерін, нақыл сөздерін, кітап көп оқысаң, сенің де сөзді қорың солай бай болады деп. Содан бері менде қызығушылық артты, көрдіңіз ба? Яғни бұл жерде маған мектептегі мұғалімдердің, болмаса өзімнің ортамның, болмаса басқа әсер еткен жоқ. Өзімнің анамның айтқан сөздері әсер етті. Тап-тура солай. Сіз сөз сөйлеп жатқан кезде, сіздің балаңыз да сізді солай тыңдайды. Яғни сіз керемет сөйлейтін болсаңыз, ол сіздің балаңыздың санасына көбірек сіңіп қалады. Сол арқылы біз болашақ ұрпақты тәрбиелей аламыз. Және де тойда тілек айту ол жай ғана сөз сөйлеу емес. Ол да бір бата. Яғни сіз оны бір адамға арнап айтып жатасыз. Сол кезде сөздің құдіреті бар. Сөздің құдіретін әуел бастан қазақ халқы түсінген. Тіпті Асан Қайғының сөзі бар, білесіздер. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Әуел бастан қазақтың сөзі, мағынасы керемет болған, құдіретін түсінген, құдіретін сезінген, білген, бір ауыз сөздің қалай әсер ететінін білген. Сол үшін тойға барған кезде, тілек айтатын кезде, үйде отырып, кішкене ой қозғап, керемет сөздерді түртіп алып, іріктеп алып айтатын болсаңыз, бұл сіздің сөзіңізді әдемі қылып қана қоймайды. Сіздің айтып жатқан тілегіңізді, батаңыздың құнын көтереді, бағасын көтереді. Және де болашақ ұрпаққа үлес қосып жатқаныңыз. Яғни қазақ халқының осындай керемет сөздерін, сізге табысталған аманатын өзіңіздің ұрпағыңызға жеткізіп жатқан болып есептелінесіз. Сол үшін сөзге аса мән беріңіз, дайындалып барыңыз. Сөздің құдіретін ұмытпаңыз. Әрдайым ізденісте болыңыз. Бұл жай ғана барып, тойға барып, бақытты бол, болмаса аспаның ашық болсын деген нәрсе емес. Сіз болашақта ұрпақтарыңызға тек осындай күнделікті сөйлеп жүрген екі ауыз сөзді қалдырғыңыз келе ме? Әлде сізге аманат болып жеткен, мұра болып жеткен, сондай керемет сөздер табыстағыңыз келе ме? Бір сәтке осыны ойланыңыз. Сізге айтарым, әрдайым ізденісте болыңыз, кітаптар оқыңыз, бейшешендердің, біздің қазақ халқының сондай маржандарын іздеңіз. Солай жеткізе біліңіз. Әрбір тойда айтқан тілектеріңіз қабыл болып, қазақтың керемет азаматтары болып, әрдайым қазақ халқының дамуына үлес қосып жүрген азаматтардың бірі болайық. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.